Ассалаумағалейкум. Бүгін біз алдындағы қабылдаған заказымыз обогреватель 2 штукты адресіне жеткізу үшін курьерский компаниямен жіберетін боламыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін Google Chrome'ға кіріп, мына жерге жаңағы курьерский компанияны таңдаймыз. Ол бізде SLQ Smart Logistic Қазақстан деген. Осыған кірсек, не тұр? Мына жерде бізде кіруге болады және регистрация жасауға болады. Бірінші рет кіретіндер регистрация жасау керек. Енді жіберетін жеріміз міне Алматыдан Қарағандыға жіберемін. Мына жерде платный вес килограмм деп тұр. Бұл жерде екі түрлі өлшенуі мүмкін. Мысалы, кейбір заттар көлемді болғанымен салмағы жеңіл болуы мүмкін, бірақ ол кезде олар ақшаны көлеміне қарай алады. Ал егер кейбір заттар бар, көлемі кішкентай, бірақ салмағы ауыр, ондай кезде олар салмағына қарай ақшасын алады. Енді мендегі обогревательдің мына жерге мен бағасын жазып қойғам, жалпы 7 теңге болады деп. Енді қайсысын таңдаймын мына жерде, көлеміне қарап па, әлде салмағына қарап па? Менде біреуінің салмағы 10 килограмм, екеуі жіберетін болғандықтан 20 килограмм деп теріп отырмын мына жерге. Енді ол жерде мен бағасын қарайтын болсам, міне көрсетіп тұр әртүрлі бағада. Осы жерде міне әртүрлі компаниялар береді. Партнер Алемтат деп тұр, 10 күнде жеткізеді, 3000 теңгедей бересіз. 8 күнде жеткізу үшін 4100, 2 күнде жеткізу үшін 4800 теңгедей ақша төлеу керек болады. Бұл ақшалар өзгеруі мүмкін. Егер сіз ана доставкада көрсеткен салмағыңыз өзгеріс болса, мысалы аз болса, значит сізге қайтадан ақшаны қайтарып береді, артық сумманы. Ал егер сіздің салмағыңыз көрсеткен бойынша көп шығып тұрса, мысалы 20 болса, олар өздері тексереді, 21 болса, онда тағы да ішіне ақша қосып төлейтін боласыз. Оны өздері осы платформаға жібереді. Енді мына жерде үстін бассақ, осыны міне платный вес по ссылке деп тұр. Қайсысы қымбатырақ шығады, сол бойынша есептегеніміз дұрыс болады. Мысалы, көлемін сатып болсам, ұзындығы, ені, биіктігі метрмен аласыз, метрмен. Сантиметр болса, метрмен жазып, көбейтіп, үшеуін, ұзындығын, ені, биіктігін. Және оны 200-ге көбейтсеңіз, сонда объемный вес шығады. Менің есептеуім бойынша, қазір есептейтін болсақ, калькуляторды алып. Мінекей, менде ұзындығы 45-тей болды. Ұзындығы 45 сантиметр болды. Оны мен 0,45 деп аламын. 0,45 көбейту. Енді екеуін қосып есептеген кезде ені менде өзгерді. Ені қанша болды? Біреуінікі 15, екіншісінікі 30 болады. Екеуінікі 30 болса 0,3 деп аламын. Келесі көбейту. Енді биіктігі бізде 60 сантиметр болды. Оны 0,6 дей салсақ болады. Осыларды көбейтемін. Бізде мынандай шықты. Енді оны біз 200-ге көбейтуіміз керек. Көбейту 200 дейтін болсақ, платный вес шығады. Яғни осынша килограммға олар ақша ұстайды. Бірақ сізде қараңыз, көлемі бойынша осы есептегенде осынша салмақ шығып тұр, 16,2. Ал шынайы салмағы 20. Қайсысы көп, олар сол бойынша ақша алады. Яғни шынайы салмағы 20 болғандықтан олар осы 20 килограммға алады, көлемі аз болса да. Енді мен осы 20-мен есептеп, арқада рассчитать. Егер сіздерде мысалы көлемі көп болатын болса, жаңағы жерде 16,2 емес, мысалы 30 болатын болса, онда мына жерге 30 деп жазып есептейміз. Ары қарай міне бізде осылай шықты. Енді мен қайсысын таңдаймын? Маған мынау 10 күнде отқан ол жұмыс күндері ғана. 8 күнде отқан 8 жұмыс күні. 2 күн деген 2 жұмыс күні. Мен осы 2 күнде жеткізуді таңдап отырмын. Оны оформить доставку деп басамыз. Ары қарай мына жерде регистрация жасаған кезде кірген телефон номеріміз бен паролімізді осы жерге тереміз. Ары қарай войти батырмасын басамыз. Міне осылай кіреді. Енді біз не істейміз? Ары қарай жаңағын қайтадан біз таңдаймыз. 2 күнде оформить доставку деймін. Мына жерге данныйларды толтырып шығамын. Мына жерге IP-ның атауын жазам. IP алтын сапар деп мысалы. IP алтын сапар деп жазып қояйын. Келесі. Мына жерге бин дейді. Ол өзіңіздің осы IP-дағы тіркелген бин болып есептеледі. Оны жазамыз. Так. Осылай тереміз. Ары қарай сіздің жаңағы алып кететін адресіңіз бізде автоматты болып тұр. Мына жерге телефон номеріңізді дұрыстап жазу керексіз. Атыңыз,
фамилия, телефон номер, ары қарай мына жерде жаңағы көшенің аты Арқалық деп жазып қоя салайын, мынаны алып тастайын. 127 Арқалық дей салайын. Улица болып тұра береді. Бұл жерден таңдау керек. Улица или микрорайон деген сияқты, проспект деген сияқты. Біздікі енді улица болғандықтан улица деп таңдаймыз. Номер здания жаңағы 127, ары қарай квартираныз болса квартираны айтамыз. Егер жер үй болса сол 127-мен қала береді. Мына жерге 1 деп жазып қойсаң да болады. Ары қарай посылканың аты бізде шамамен жазып қоямыз. 2 штук. Бұлардан 2 штук деп те жазып қоя саламын. Населенный пункт өзі шығарып тұр. Ары қарай далее деймін. Енді қараймыз. Міне отправитель ол өзіміз, получатель деген ол қабылдап алатындар. Ол жерге наименование компании дейді. Оны біз қайдан аламыз? Оны біз жаңағы келген договордан алуымызға болады. Или жаңағы мысалы мына жерге телетін болсақ, О-маркетке кіреміз, О-маркеттен жаңағы өзіміздің келген заказымызды тауып аламыз. Мои заказы дейміз, иә. Заказы, мои заказы. Ары қарай сол жерден жаңағы заказды тауып алуымыз керек. Ол бізде 70 теңгеге келген заказ болатын. Міне тұр. Действует деп енді ары қарай осыған кіреміз. Кірген кезде міне заказчиктің данныйлары тұр. Мына жерде бин заказчика тұр. Наименование заказчика тұр. Осы жердегі заказчиктің наименованиесін жазып аламыз. Осыны аламыз. Ары қарай осы жерге тере саламыз. Енді мына жерде имя деген жерге осы жерде жазылып тұр жаңа. Фио представителя деген. Осыны ала саламыз. Сапарды аламыз. Так. Мына жерде сапар деп тере саламыз. Ары қарай мына жаққа фамилиясын тереміз. Алибаев. Жерге тереміз. Келесі мына жерге номер жазу керек. Номер бізде мында болу керек. Міне тұр. Осы номерді көшіріп аламыз. 700 деп басталатын жеріне дейін ғана. Осыны көшіріп алып, мына жаққа ставить деп қоя саламыз. Болды. Ары қарай бин деп тұр. Бинді біз мына жерден таңдаймыз. Бин міне тұр. Бин заказчика. Осыны ала саламыз. Вот. Көшіріп алдық. Оны енді жаңағы жерге қоя саламыз. Келесі мына жерде улица дейді. Оны біз табуымыз керек. Ол мына жерде бар болса, осы жерден жазамыз. Жоқ болса, договорға кіру керек болады осы арқылы. Адрес поставки деп тұр, иә. Осы жерден тауып алуға болады екен. Міне Карагандинская область, город Караганда, район имени Казибек би дейді. Улица Ержанова дейді. Осыны таңдап аламыз. Улица Ержанова. Осыны көшіріп алып, жаңағы жерге қоя саламыз. Улица Ержанова. Дом 47. Мына жердегісі қанша болды бізде жаңа? 47-де 3 болды ма? Иә, 47-де 3, 47-ші үй, 3-ші квартира деген сияқты. Осы жаза саламыз, ары қарай. Мына улица деп тұра береді мынауымыз. Мына жерде адресті дұрыс жазуымыз керек. Мына мен шатастырып алмайын. Жоғары жақта бізде тағы да бір адрес тұр ғой. Ол заказчиктің адресі. Юридический адрес заказчика. Мынаны жазып қойып жүрмеу керек. Біз қайда жеткіземіз, сол жерді тауып алып жазуымыз керек. Адрес поставки деп тұр. Осыны таңдап алуымыз керек. Енді ары қарай логистикалық компаниямен далее десек, ары қарай информация шығады. Міне далее ары қарай бір қарап аламыз. Барлық нәрсе толық жазылды ма, жазылған жоқ па. Мінекей бізде біздің ИП алтымызда бар. Аты жөніміз мына жерде номерлеріміз тұр. Ин тұр. Бин. Көше қай жерден алып кететініне дейін жазылып тұр. Мына жерде де дәл солай. Ары қарай төмен түсе берсек, міне не тұр бізде? Сумма заказа. Доставканың суммасы тұр. Ары қарай создать предзаказ и перейти к оплате дегенді бассақ. Мінекей мына жерде бізде осы жерде ақша төлеуіміз керек. Оплатить деп басуымыз керек. Бірақ ол үшін бізде кошелекте ақша болу керек. Оны біз қалай табамыз? Ол үшін мен кошелек дегенді басамыз. Бөлек вкладка ретінде ашып отырмын. Осы жерде так, доступно 223 теңге дейді. Пополнить счет деп осыны басамыз да. Ал енді мында қажетті сумманы жазып, пополнить деп басамыз. Ары қарай картаның
данныйларын теру керек. Осылай теріп қойсаңыз, келесіде өзі шығып тұрады. Ал мұнда картаның артындағы 3 цифраны жазамыз. Ары қарай төмен түсіп, телефон номерімізді толтыруымыз керек. Одан кейін оплатить деп басатын болсақ, бізге осылай код сұрайды, телефонға код жіберіледі. Сол кодты осында жазып, подтвердить деп басатын болсақ, біздің 5000 теңгеміз осы SLQ-дағы счетымызға түсетін болады. Сол арқылы біз жаңағы доставканы ақысын төлей аламыз. Мінекей бізде осылай чек шығады төленгеннен кейін. Ары қарай енді жаңағы бетке өтіп, мына жерде оплатить дейміз. Подтвердить платеж. Оплата прошла успешно дейді. Енді мына жерде біз қай күні товарды салып жіберетінімізді белгілеуіміз керек. Ол міндетті түрде жұмыс күні болу керек. Суббота, воскресеньеге түсетін болса, ол күндері, мысалы, мен қазір көрсетемін, осы жерде 5-ін таңдап басатын болсақ, қызыл шығады. Яғни бізге суббота және воскресенье күндері выходной екені ескертіліп тұр. Сондықтан біз жұмыс күні 7-сі күнін таңдап отправить заказ на формирование дейміз. Осылай міне формирование накладной деп тұрады. Енді осы заказдың үстінен бассақ, осылай айналып тұрады. Бұл нәрсе 2-3 минуттың ішінде бізге документтер шығуы мүмкін, немесе бір күн уақытта кетіп қалатын кездер болады. Сондықтан күтеміз. Онда шығып кетіп, қайтадан кіріп көруіміз керек жаңағы сайтқа. Smart Logistic компания деп басамыз. Ары қарай жоғары жақта вход дегенді басуымыз керек. Оған өз автоматически кіреді. Мына жерде номер телефондарымыз теретін болсақ. Енді жоғары жағында бізде личный кабинет деген шықты. Сол личный кабинетке басамыз. Осы жерде мына жоғары жақта реестр заказов деген тұрады. Соған басамыз. Ол кезде жаңағы берген заказдарымыз шығады. Но менде екіншісі болғандықтан мен осы номерге басамыз. Одан кейін жоғары жағында бізде скачать наклейку деп тұрады. Осы наклейканы басуымыз керек. Және оны біз принтерден шығарып, жаңағы жіберетін товардың үстіне осыны жабыстырып қоюымыз керек. Скотчпен ба, клеймен ба жақсылап жабыстырамыз. Міне бізде принтерден шығарамыз осы жерде. Так, осыны шығару керек. Міне біздің печатіміз басылған дайын. Оны қырқып, тек қана жаңағы шығарылған жерін ғана, керекті жерін ғана қиып алып, соны осылай товарға жабыстыратын боламыз. Жақсылап күштап, енді дүйсенбі күні осы товарды алып кетуге келген кезде осымен бірге беріп жібересіздер. Бұл болмаса олар алып кетпейді. Осындай міндетті түрде наклейкасы болу керек. Алдын ала осылай дайындап қою керек. Жерге міне Google поисковикке тереміз. SLQ бізде өзі дайын тұр. Басамыз. Және осы міне біріншісіне кіреміз. Енді вход деп жоғары жағына кіреміз. Бізде міне кіргеннен кейін личный кабинет деп тұрады. Жоғары жағында реестр заказов деп тұр. Соны басамыз. Сол жерден жаңағы бірінші тұрған, ол бізде міне. Жоқ, екінші тұрған. Екінші тұрған, ол біздің сол товарымыз болатын. Соның жаңа сол жақтағы цифраның үстінен, или осы товардың үстінен, осының үстінен басатын болсақ, өз кіреді. Кірген кезде жоғары жағында сол жақ бұрышта отследить деп тұр. Соны басатын болсақ, мына жерде отследить дейміз. Енді осы жерде товардың қай жерде тұрғаны, товар Алматыдан шықты ма, шықпады ма, адреске жетті ма, жетпеді ма, барлығын осы жерден толық қарап отырасыздар. Товар жеткеннен кейін біз жаңағы заказчикке электронный акт пен электронный накладной жіберетін боламыз. Онда толығымен көрсетемін. Қай сайттан жасаймыз, қай жерден жасаймыз, нені толтырамыз. Сондықтан каналға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, қолдау білдіріңіздер және достарыңызға таратыңыздар.